Ассалаумағалейкум. Эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Талғат Дүйсенбек. Бүгін Наурыздың 20-сы күн сейсенбі. Жаңаөзенде 16 желтоқсанда полиция қалың халыққа оқты қарша боратқан. Бұл халықты жаппай қыру. Республикалық Жаңаөзен 2011 комитетінің мүшелері тәуелсіз зерттеулерінің алдын ала қорытындысын шығарды. Комитеттегілер алаңға жиналған бейбіт халыққа полиция өз қауіпсіздігі мақсатында оқ атты деген ресми тұжырымды жоққа шығарып отыр. Два примера, например, Рахат Кушеров, 16 лет. Екі түрлі мысал. Рахат Кушеров 16 жастағы жасөспірім. Көлікте отырған жерінде желкесінен оқ тиіп өлген. Радик Юсуповты арқасынан атып өлтірген. Бұл нені білдіреді? Арқасынан оқ тиген адамдар тобы полицияға қалай шабуылдауы мүмкін? Осыдан-ақ оқ ешқандай ескертусіз қалың адамға қарша боратылған деген қорытынды жасауға болады. Бұл жаппай қыру дегенді білдіреді. Людей не предупреждали, а стреляли в толпу. Ал осы комитеттің тағы бір белсенді мүшесі Ғалым Ағалиев болса, полиция мен прокуратура қанды оқиғаның ақиқатын ашып беруге мүдделі емес деп есептейді. Оның пікірінше, оққа ұшқан адамдардың ата-аналары тергеу тобына өтініш жасап барған марқұмдардың денесінен алынған оқтың қандай қарудан атылған, оларды кім өлтіргенін жариялауды талап еткен. Бірақ құқық қорғау органдары қарудың шамалас калибрін атаумен ғана шектеліп отыр. Бұның бәрі кісі өлтірушінің кім екенін жасыру үшін жасалып отыр деп қорытындылайды Жаңаөзен 2011 комитеті. Специально не говорят. Ашық айтпайды, бірақ бәрі жақсы біліп отыр. Кімнің қай қарумен оқ атқан анықтауға болатын. Бірақ бұл адамдарға нақты кімдер екенін айтпай отыр. Убийца, кто стрелял? Естеріңізге сала кетейін, ресми мәліметте Жаңаөзен мешітпеде 17 адам оқ қашқан. Бұл уақытта Қазақстанда алдағы уақытта Жаңаөзенде оқиғасы кезінде құрбан болғандардың құрметіне ескерткіш ашылады. Бұл бастаманың авторы белгілі қазақстандық сәулетші Вадим Нұрпейісов. Маман қазірдің өзінде монумент сызбасын ұсынып үлгерді, бірақ ескерткіштің қайда орнатылатыны, монументтің үлкендігі мен басқа да сипаттамалары анық емес. Сәулетші бұл саяси туынды емес деп отыр. Ескерткіш халықтың жоқтауын сипаттайтын реквием болады. Қазақтың анасы, ол әрбір қыз бен баланы, қазақ халқының қиын тағдыры үшін алаңдап құрбандарға жоқтау айтады. Ал бүгін Алматыдағы тіркелуші Алға партиясының кеңсесінде Жаңаөзен оқиғасына 100 жыл күн толуы қарсаңында дөңгелек үстел мәжілісі болып өтті. Форумда қоғам қайраткерлері мен Жаңаөзен оқиғасына бей-жай қарамайтын азаматтар халыққа оқ атқандарды жазаға тартуды тағы да талап етті. Бұған қоса Жаңаөзен оқиғасына қатысты қылмыстық іс бойынша қудалауға ұшыраған азамат қоғам өкілдерінің тағдыры сөз болды. Әлеуметтік араздықты тудырды деген күдікпен абақтыда жабылған қоғам қайраткері Серік Сапарғали, саясаткер Владимир Козлов, Айжангүл Әміровалардың мәселелері әңгіме болды. Форумға қатысқан жастарда қанды оқиғаның қылмыскерлері құтылып, әділдігін айтқандарды тұтқындау жүріп жатыр деп мәлімдеді. Сапарғали, Козловтар жауапқа тартылып жатқан тармақ бойынша Саддам Хусейн, Милошевичтер жауапқа тартылған. Бұл тармақ бойынша саяси диктаторлар жауапқа тартылған. Сондықтан да қазір абақтыда отырғандардың орнына біздің бәріміз білетін Козловқа жаны ашымай билікте отырған бір кісі отыруға тиіс. Жаңаөзен оқиғасының 100 күндігіне байланысты республикалық қарсылық күні митингі Алматы, Астана, Қарағанды, Орал, Павлодар қалаларында өтеді. Алматы тұрғындары мен қоғам белсенділері бұл жолғы қарсылық күнінің басты мақсаты 16 желтоқсанда Жаңаөзен қырғынында қаза болғандардың рухына тағзым етуге арналатындығын айтып отыр. Қала әкімшілігі әдеттегідей бұл шараға рұқсат бермеген. Қоғам белсенділері алдағы митингте де абақтыға қамалып, әкімшілік жазаға тарту әрекеті арта түспесе азаймайды деп болжайды. Естеріңізге сала кетейін, бұрынғы митинг кезінде Алматыда 40-қа жуық адам әкімшілік жаза арқалаған еді. Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына байланысты Алматы халқы тағы да Абай ескерткішінің алдына жиналмақ. Бұл жолы тілек білдіруші халық 16 желтоқсанда орын алған қанды қырғында қайтыс болғандардың рухына Құран бағыштап, еске алып туған туыстарына көңіл айтуға арнамақшы. Осыған дейінгі болған митингтердегідей бұл жолы да халықтың жиналуына әкімшіліктен арнайы рұқсат берілмеді. Ар-Рух қорының президенті Бақытжан Төреғожина алдағы қарсылық күнде билікке қояр сауал талаптарының басты дегендерін айтып берді. Мы все делаем в рамках закона. Мы просим разрешения. Біздің митингінің мақсаты бірінші алдағы соттарға тәуелсіз зерттеулер жасалуы керек. Екінші, кімнің оқ атқаны, кімнің бұйрығымен екендігі айтылуы қажет. Үшіншіден, біздің митингілеріміз жариялық сипатқа ие болуы керек. Жаңаөзендіктер білсін, президент олардың қайғысына ортақтаспағанмен, алматылық азаматтар олармен бірге екендігін. Бақытжан Төреғожина өз сөзінің аяғында осы митингіге ЕқО мүшелері сырттай
бақылаушы ретінде келетіндіктерін айтты дейді. Ал митингіден бұрын қаза болғандарды еске алуда алдыңғы қатарға қойып отырған Мұхтар Тайжан қаладан үлкен ғимарат жалдап, шараны соның ішінде өткізуді ұсынған. Алайда оның ойы өз пікірлестерінен қолдау таппады. Айтуынша, осындай жолмен әдетке айналған сот алдында жауапқа тартылулардың санын азайтуға болатын еді. Жаңаөзен оқиғасына жүзгін біз қол қусырып қарап отыра алмаймыз. Қаза болғандардың туыстарына көңіл айтуға шығамыз. Мен бұл жағдайға байланысты басқа ұсыныс тастап едім. Көпшілік ескерткішке жиналуды жөн санапты. Барамын, тысқарада қалуға болмайды. Это делать. Қарсылық күнін қала көшелерінде өткізер болса, қатарымыз арта түседі. Оның үстіне өз пікірмен бөліскісі келетіндерге мүмкіндік болады дегендер де болды ұйымдастырушылар арасында. Зейнеткер Қаржау Колхосов 24 наурызға ұйымдастырып жатқан митингі жайлы әлеуметтік желілерден білгенін айтады. Елдің ішіндегі бақ құралдары мұндай ақпараттарды таратуды жөн санамаса керек деген ақсақал өзінің еске алу жиынына баратындығын айтады. Меня толкнуло то, что Мен жасарымды жасаған адамын. Енді менің балаларым мен немерелерімнің болашақ алаңдатады. Көпшілік болатын митингіне хабарсыз, сондықтан да келмеулері мүмкін. Олар жағдайларының жақсы болғандығынан, немесе сауатының төмендігінен емес, бізде тәуелсіз бақтың жоқтығынан келмей қалулары мүмкін. Алдағы қарсылық күніне орай Алматы тұрғындарының ойын білмек болып, халық көп жүретін көшелердің біріне шыққан болатынбыз. Азаматтар жағдайға қызығушылық танытқанымен, шын мәнінде Жаңаөзен оқиғасынан көпшілік шынайы ақпаратқа зәру екендіктерін жеткізді. Халыққа тұрсы айтылған жоқ ол. Информация не туралы. Бірес айтады ирандықтар дейді, бірес айтады анаша дейді, бірес айтады наркомания дейді. Оны қайсына мен айта алмаймын. оған вообще қарсымын. Сосын ондай әлеуметте көп бұзылу. Қазақстанның басқа елдерге қарағанда тұрған тұрыстары әлеумет жағына, сай жағына қатты күшті дамыған. Естімедім. Қолым бос болса баратын едім. Негізі ол дұрыс қой, ол халықтың жағдайы ғой бәрі. Бәрін де шешу керек. Енді басшылар шеше алмаса, енді халықтың өзі шешу керек. Жоқ, естімедім. Барсам болатын еді. Ол біздің өзіміздің халық қой. Халықтың тағдырын өзім білуім керек те, мен де білуім керек. Мен де өйткені Қазақстанның азаматымын. Ал саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері алдағы митингінің соңын бұрынғы тәжірибеге сүйене отырып, гүл қойылып болған соң жаппай жауапқа тартулар мен жалғасын табатын болады деп болжайды. Гүлжанат Пірімбет, Асан Амилов, Қазақстан, Алматы. Бұл уақытта Орал әкімдігі 24 наурыз қарсылық күні митинг өткізуге рұқсат берді. Бұл мәселені қала билігі өте ұзақ уақыт қараған. Өтініш 2 наурызда түсірілген болатын, 19 наурызда кешкісін ғана әкімшілік оң жауабын берген. Орал әкімдігінің хабарлауынша 24 наурыз күні сағат 12-ден 2-ге дейін, яғни 2 сағат Ремзавод саябағында митинг өтеді. Азаматтық қоғам өкілдері мен үкіметтік емес ұйымдар мұнда Жаңаөзен оқиғасының ақиқаты, парламент сайлауындағы заң бұзушылықтар және басқа да халықты алаңдатып отырған мәселелер туралы пікірлерін ашық айтады. Ұйымдастырушылардың мәлімдеулерінше, осы күні митинг болатын қала тұрғындарының бәріне хабарлауға тырысатын болады. Қазірдің өзінде белсенді топ Орал көшелерінде митингке шақырту қағаздарын ілуге кірісті. Бұған қоса әлеуметтік желілерде шақыртулары жарияланып жатыр. Ал саябаққа бұл күні шамамен 1,5 мың адам жиналады деп болжанды. Это единственное. Бұл қазіргі таңда азаматтардың өз пікірін білдірудің жалғыз жолы болып тұр. Бұл билік пен қоғам арасындағы дискуссия. Ол кез келген елде болу керек. Әзірге бізде тоталитаризм мен авторитарлық режим болғандықтан бұл жағы дұрыс жүрмей жатыр. Сол себепті дискуссияны осындай сипатта өткізу мүмкін болып тұр. Яғни адамдар көшеге шығып өз талаптарын билікке қояды. Оны билік естиді, бірақ одан сабақ алу алмау басқа мәселе. Билік Жаңаөзен оқиғасының қайталануын қаламаса, біздің проблемамызды шешсін. Бүгін қызылордалық жұмысшылар осылай деп мәлімдеді. Петроқазақстан компаниясына қызмет көрсеткен жұмысшылар бір айға жуық уақыттан бері жұмыссыз қалғандарын қытайлық инвесторлардан көреді. Сондай-ақ олар өңірде түрлі заңсыздықтарға барып отыр деп мәлімдеді. Алматыға келген мұнайшылар жанайқайы келесі материалда. Петроқазақстан мұнайын тасымалдаумен айналысқан 5 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 700-ден астам жұмысшысы өздерінің нәпақадан қағылғанын айтады. Алпауыт мұнай компаниясымен 10 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан тасымалдаушылар 2008 жылдан бері қаржылық қысқартуларға тап болыпты. Яғни қытайлық инвесторлар тарапы келісімшартты бұзып 3 рет төмендеткен. Ал 2012 жылы тендер өтер күні тарифтік мөлшерлеме тағы да 30%-ға қысқарған. Бұл қаржы біздің шығынымызды ақтамайды дейді қызылордалықтар.
Құжат қоржынын ашқан соң тендер комиссиясы бізге конкурс шарттарында көрсетілген тарифтік мөлшерлемені тағы да 30%-ға төмендетіңдер деген шарт қойды. Мынаны түсінбеймін. Біз жұмыс істеген 3 жылдың ішінде бірнеше рет төмендеттік емес пе? Жалпы алғанда 46%-ға дейін. Қытай тарабы бізді тегін істеңдер дегендей тұйыққа тіреді. Мынандай техника қорымен бұл мүмкін емес. Ал қазір сол қаржыны жеңіп алған компания техника мен тәжірибенің, тіпті жанармайға қаржының жоқтығынан жұмысты тоқтатып отыр. Просто бесплатно. Келісімшарт үзілгелі бері 5 серіктестігінің жұмысшылары вақталық қалашықта жатыр. Оларға қытайлық компания ас су өткізбеуде дейді жұмысшылар. Ал осыны даулап барғандарды машинамен қуалап жүріп басыпты. Бұл туралы жергілікті органдарға шағым түсірілгенімен іс ілгері жылжымауда дейді. Жаңағы кислородты жауып бастады ғой бізде. Содан кейін басшымызбен бірге 5-6 жігіт болып барғанымыз рас, жолғанымызда тұрғанымызда бізді келіп-жетпен қаққаны рас. Үшеумізді қуатты, үшеумізді больницаға бардық, алға қағаздарымыз бар. Кім төмен баға ұсынса, сол жеңе тендер заңдылығы сол дегенмен, мұның астары басқа да жатыр дейді жұмысшылар. Олар қытайлық инвесторлардың қазақ халқы мен заңын құрметтемегенде дейді. Егер Қытай тарапынан орын алған заңсыздықтарды зерттеуге мемлекеттік қоғамдық комиссия жібермесе, Құмкөл кен орнын мемлекеттендіруге үкімет пен президент назар аудармаса, жергілікті биліктің әрекетсіздігі жазаланбаса, жұмысшылар түрлі қарсылыққа баруға мәжбүрміз деген пікірде. Мені Қызылордада күтіп отырған ұжымым жіберді. Сондықтан 700 адамның атынан айтамын. Біз митингке, ереуілге шығуға дайынбыз. Біз қытайларға қазақтың жерінде қандай саясат ұстану керегін көрсетеміз. Қытайлар біздің заңымызды құрметтесін. Мы покажем этим китайцам. Мы надеемся. Бізді бақ арқылы бейбітшілік пен тыныштық кепілі президент естір деп үміттенеміз. Адамдарды Жаңаөзен шиеленісін қайталар жағдайға дейін жіберудің қаншалықты қажеті бар. Нужно доводить людей до такого отчаянного состояния, чтобы повторить Жаңаөзенский конфликт. Осынау айтылған жайттарға қатысты Петро Қазақстан компаниясының пікірін білгіміз келгенімізбен сәті түспеді. Жіберілген сұрақтарға бүгін жазбаша жауап беруге уәде еткен компания өкілдерінен сол күйі жауап болмады. Ал саясаткер Петр Свойк бұл мәселеде қытайлықтарды кінәлаудың қажеті жоқ. Бар гәп біздің үкіметте деген пікірде. Мен бізде ұлттық үкімет жоқ дегенді айтар едім. Біздің үкімет шетелдіктердің мүддесін беріле қорғауға бейімделген. Сондықтан да бұл жерде қытайларды жазғырудың қажеті шамалы. Олар өз істерін істеп жатыр. Мәселе осыған дейін жол беретін біздің үкіметте. Қызылордадан келген мұнайшылар құзырлы орындарды Қытай экспансиясы туралы ескертеді. Жергілікті халықты басынғаны соншалық түрлі заңсыздықтарына әзер шыдап жүрміз дейді. Президент пен үкіметтен дереу арада көмек болмаса, жұмысшылар Наурыз мейрамынан соң ереуілге шықпақ. Азамат Есберген, Берік Жаңбырбаев, Алматыдан. Ал бұл уақытта 50% қытайлық CNPC компаниясының тиесілі Қаражанбас мұнай компаниясының бұрынғы жұмысшылары бүгін Ақтаудағы кеңсе алдына жиналып, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ұлт лидері Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдау арнады. Мұнайшылар өздерінің бұл хатында президенттен өз мәселелерін шешіп беруге тікелей өз араласуын талап етеді. Қаражанбастардың пікірінше компания басшылығы осыған дейін президент алдында берген уәделерін орындамаған. Естеріңізге сала кетейін, өткен жылдың аяғында президент Ақтауда мұнайшылардың барлық мәселелерін шешіп беруге тапсырыс берген болатын. Сол елбасымыздың біз сұрайтын көмегіміз, сол елбасы араласса, осының бәрі ақиқат шешіледі деп ойлаймыз. Ал онысы ешкім орындамай жатыр. Себебі елбасынан сұрайтын сол қойған адамдар бұндай ешқандай орындамайтын болса, неше бұл адамдарды орындарына отырады. 3 ай уақыт өтіп кетті мана. Елбасының сөзіне де, өзіне де құралдарын қойып отқан мұнайдың басшылары. Мен дәл сондай көзқараста отырмын. Несе әлі бір күнге шейін біздерге біреуі келді, не болып жатыр деп айтпайды. Қазақстандық қамту шарттарын орындамаған жер қойнауын өндірушілерге бұдан былай 400 миллион теңгеге дейін айыппұл салынатын болады. Бүгін Астанада өткен мұнай және газ форумында салалық мекеменің өкілі осылай деп мәлімдеді. Мұнай және газ министрлігі өкілдерінің айтуларына қарағанда, жер қойнауын пайдаланушылар жергілікті үлес туралы келісім шарттарда міндеттемелер алғанмен, оны көп жағдайда орындамайды. Мәселен, жергілікті жердің қызмет көрсетулері мен тауарлары, жұмыс күші мен мамандарды олары шеттен әкеледі. Сондай-ақ тендерлердің дені жазбаша болғандықтан, ол қағазбастылыққа, ізінше жемқорлыққа итермелейді дейді шенеуніктер. Ендігі ретте мұнай өндірушілер мен жергілікті өнім шығарушылардың тендерлік келісімдері электронды жүйеге көшеді деп отыр мамандар. Айтуларынша, ол сатып алудың
ашықтығын қамтамасыз етеді. Бүгінге дейін Қазақстанның сырттан келетін қызмет пен тауарға және маманға жүгініп, жергілікті үлес шарттарын орындамаған компаниялардың тізімдері түзіліпті. Ол алдыңғы айда жарияланады деп уәде берді министрліктің жауапты хатшысы. Біз әкімшілік кедергілер қоюға мүдделі емеспіз, алайда қажет болса жауапқа тартамыз дейді ол. Бірақ компаниялармен келісімшарттар қажет жағдайда ғана бұзылатынын да мәлімдеді. Если некачественный товар, нельзя дать. Егер отандық тауар сапасыз болса, оларды сатып алуға міндеттей алмаймыз. Не шетелдік басқа компанияға сатып алу үшін басымдық беруге болмайды. Бірақ біз жер қойнауын игерушілерге өздерінің сыбайлас компанияларынан арзанға сатып алуларына жол бере алмаймыз. Көбісінің шетелде сондай әріптес фирмалары бар. Сол шетелдік компаниялардан арзанға алады да табыстарын мемлекеттен жасырып қалады. Зарубежных скрыть от государства. Жаңаөзен қаласы моноқалалар қатарына кіреді және мұнайшылар шаһары шағын және орта бизнес саласы бойынша да дамуға тиіс. Бүгін үкімет отырысында премьер-министрдің бірінші орынбасары Серік Ахметов осылай деп мәлімдеді. Министрлер кабинетінің отырысында Кәрім Мәсімов моноқалаларды дамыту бағдарламасын жедел қабылдауды тапсырған. Серік Ахметов мәлімдегенде Жаңаөзен қаласы бұрын тек мұнайшылар кенті ретінде жасап келді. Тұрғындардың барлығы дерлік мұнай өндіру кеніштерінде жұмыс істейтіндіктен қала бір бағытта дамыды. Және ол тарихи қалыптасқан құбылыс дейді Ахметов. Қазір өңірде мұнай өндіру көлемі азайғандықтан қаланың дамуы үшін басқа да табыс көздері ашылу керек деп шегеледі вице-премьер. Мәселені Жаңаөзенде орта және шағын бизнес азық-түлік белдеуі бойынша жылжайлар ауадай қажет. Бүгінге дейін шағын қалаларды дамыту бағдарламасының тізіміне әзірге 27 қала енгізілген және ол сан өзгеруі әбден мүмкін, себебі кей қалалардың әкімдері осы бағдарламаға өз шаһарларын қостыруға ынталы екенін жоққа шығармады. Бүгін экономикалық даму министрі белгіленіп отырғаны 27 қала. Алдағы уақыттарда оның егер соны осы қалаларға енгізудің критерийі өзгеріп жататын болса, онда мүмкін жаңадан басқа қалалар қосылуы. Бірақ бүгінгі күні біз айтып отырмыз. Осы бағдарламаның шеңберінде белгіленген критерий бойынша ғана қала көріп енді жергілікті жердегі әкімдерді түсінуге болады. Барлық жағдайларын осы бағдарлама жасап сол арқылы шешіп алуға. Бірақ біз өзінің жолменен бағдарламаны іске асыруымыз қажет. Қазақстандық лауазым иелері жауапқа тартылып көп ұзамай-ақ қайта босатылады. Отандық бірқатар сарапшылар осындай тенденция байқалатын аңғарғандықтарын айтып жатыр. Жуырда ғана Теміртаудан босап шыққан Жақсылық Досқалиев бірнеше айдан соң мемлекеттік қызметке оралуы мүмкін деп мәлімдеген еді. Сол кезде сот бір жыл бойына созылған атышулы іске бір жыл толмай жатып нүкте қойылды. Неге деген сауалдың жауабын астаналық тілшілеріміз іздеп көрген еді. Денсаулық сақтау экс-министрінің түрмеден шыққанына небәрі 4 күн болса да, бұғалай деген мың сан сауал туындап отыр қоғамда. Жақсылық Досқалиевке хабарласу әзірге мүмкін емес. Қорғаушылар да жауаптан жалтаруда. Ал бұрын қызметтес болған әріптестері денсаулық сақтау саласында құдды бұрын соңды ондай адам болмаған тәрізді кейіп танытты. Не поняла вопрос, что Жақсылық Досқалиев, он вернется в свое здравоохранение. Такое возможно? Бұрын лауазымды мемлекеттік қызметте болған Серікбай Әлібаевтың пайымдауынша жоғары лауазым иелерін көтеретінде құлататында бір адам. Режим мүддесі үшін ол қажет деп тапқан адамды құрбандыққа шалып отырады дейді. Бүгінде оппозицияда жүрген саясаткердің айтуына қарағанда Досқалиевтің министр креслосынан темір торға ізінше бостандыққа шығуының барлығы арнайы шара, өзге шенді шекпендіге көрсетілген дөң айбат, жасалған ескерту. Президент мырза Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан, әкімдер болсын, министрлер болсын, қайсың болса да мен сендерді қолыңнан ұстап сотқа алып келемін деп. Сондықтан ол кісінің көзқарасынан бәрі алаңдап отыр. Ол кісі отырғызады, шығарам десе шығарады. Сондықтан бұның бәрі мәселе менің ойымша осы жүйеде жатыр. Қазақстанның сот тарихында бұл бірінші оқиға емес. 2008 жылы Қазақстан темір жолының президенті Жақсылық Күлекеев тендерлік қитұрқы әрекет жасап, заңсыз көліктерді алды деген айыппен 3 жыл арқалап кеткен болатын. Бір жылдан соң шартты түрде мерзімінен босап шықты. Көп ұзамай Күлекеев мырза мұнай және газ институтының тізгінін ұстап шыға келді. Ал аса ірі көлемде пара алды деп айыпталған Досқалиевтің жарасы жеңіл болуы мүмкін. Оның қызметке қайта келу мүмкіндігін өткенде қалалық сот та жоққа шығармаған болатын. Алайда заңға сәйкес жемқорлық фактісімен сотталғандардың мемлекеттік қызметтің маңынан жүруге қақысы жоқ. Сотталған адамның қайтадан мемлекеттік қызметке кіру-кірмеу мүмкіндігі, оның қандай баппен қылмыс
қылмыстық жазаға тартылғанына байланысты. Егер ол бап сыбайлас жемқорлыққа байланысты болса, біздің заңнама бойынша ол адам өмір бойы қайтадан мемлекеттік қызметке кіру құқығы болмайды. Жоғары лауазымды шен иелері сотталып жатса болды, бұл кланаралық тартыс деп жоруда үрдіске айналған. Саясаттанушы Айдос Сарым Досқалиевтің тақылеттес тартыстардың құрбан екеніне сенімді. Айтуынша экс-министр сотталғанда араға 1 жыл салып, бостандыққа шығатынына ол сенімді болыпты. Жақсылық Досқалиевтен қара кедей емес, оның да жақсы таныстары, туыстары, басқалары бар. Солар бәлкім биліктегі жүрген азаматтар айтқан болу керек. Жеке сіз сәл шыдай тұрыңыз. Алдағы уақытта амнистия болады. Сол амнистия кезінде, рақымшылық кезінде сізді қайттан шығарып аламыз деп айтуы мүмкін. Сондықтан ол кісі үндемей барып, Күлекеев те сол, басқа да сол деген сияқты. Расында да солай ма? Ол алдағы уақыттың еншісінде, себебі таяуда ғана бас кеденші Баймағамбетов қамауға алынған. Дегенмен күні бүгінге дейін Қазмұнайгаздың экс-төрағасы Серік Бүркітбаев пен Қазатомөнеркәсіптің бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтер біраз болды түрмеде отыр. Жапар Төре, Гүлжанат Пірімбетова, Сәкен Айсенов, Нұрболат Исаев, Астана, Алматы, Қазақстан. Еуропарламенттің Қазақстан туралы қабылдаған қарары елбасы кеңесшісінің көңілінен шықпады. Ермұхамед Ертісбаев бұл жайлы кеңірек мақала жарияламақ. Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі «Время» басылымына берген сұхбатында ол қарарды қатаң сынға алады. Қазақстанға қатысты қабылданған қарар бір жақты, шынайы емес. Еуропарламент депутаттары Жаңаөзен оқиғасында жағдайдың қалай өрбігеніне назар аудармаған. Олар қарар қабылдағанда алып қашты әңгімелерге емес, ресми орындардың мәліметіне сүйенуі керек еді. Елбасы кеңесшісінің мұндай пікірін ұлт лидерінің талай сайлауда бақталасы болған эколог Мелс Елеусізов те қуаттайды. Оның айтуынша беделді ұйымның егемен елдің ішкі ісіне араласып, ақыл кеңес беруі абырой әпермейтін іс. Еуропарламент депутаттарының одан да маңызды шаруалары бастан асады. Ал Қазақстан өзінің ішкі мәселелерін өзі-ақ жүйелі түрде шеше алуға қауқарлы дербес мемлекет. Еуропарламент көп біздің мәселелерге кіріп жатыр. Ол дұрыс емес. Ана Африканың мемлекеттерінен қазірге дейін соғыс болып жатқан Сирияда. Соншама мемлекеттің ішіне кіруге ешкімге рұқсат жоқ. Бізде қазірше бейбітшілік, соны сақтауымыз керек. Оны ары-бері итерген, одан дұрыс шықпайды, ештеңке шықпайды. Мәселелер бар, оны ақырын шешуіміз керек. Мелс Елеусізов осы Жаңаөзен ісіне қатысты қамауға алынған тіркелуші Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен Халық майданы қозғалысының белсендісі Серік Сапарғалилердің ісіне қатысты өз пікірін білдіріп өтті. Президентке экс-кандидат саясаткердің айтуынша, бұл ретте билік асыра сілтеуге жол беріп отырған секілді деп болжайды Елеусізов. Күні кеше Алматы қаласы Алмалы аудандық сотында жоғарыдағы қос азаматты қамау мерзімін тағы да бір айға ұзарту жайлы шешім шыққан еді. Судья Гүлшақар Шыныбекова Владимир Козлов пен Серік Сапарғали бейбітшілік пен азаматқа қарсы ауыр қылмыс жасады деп айыпталып отырғанын мәлімдегенді. Соттың істегені кейде дұрыс емес әрине. Ондай сөздер болуға тиісті емес. Олар барып қалыпты итеруге тырысқан жоқ. Осы мәселені білуге барған. Сол үшін ұсталып отырғаны, мен оған қарсымын әрине. Жоқ, тағылған айыпқа қалай қарайсыз? Бейбітшілік пен адамзатқа, күллі адамзатқа қарсы қылмыс жасады дейді. Серік Сапарғали 61 жастағы. Дұрыс емес олардың айтқаны, соттардың айтқаны. Ол өте дұрыс емес. Басшы Жұмабек Тәшенов болса, Қазақстан халқы баяғыда бай қуатты болар еді. Бүгін Астанада көрнекті қоғам қайраткері Тәшенов туралы алғашқы естелік кітап жарық көрді. Оған жиналғандар елді сүйсең, жерді сүйсең, халқыңа қызмет етсең, Жұмабектей болсашы деп қайраткерді сағынышпен еске алды. Қатардағы облыстың партком төрағасы Жұмабек Тәшеновтің кеңес одағының басшысы Никита Хрущевтің бастамасына ашық қарсы келіп, Ресейге қосылсын деген Қазақстанның 3 облысын аман алып қалған ерлігін тамсана айтысты. Отырған қызметін, лауазымын құрбандыққа шалып, Жұмабек ағамыз сол Хрущевқа қарсы, соның өзінің кабинетінде отырып, Хрущев коньякты құйып атса да, мынадан алыңыз деп беріп атса да, соған қарамастан соған қарсы сөз сөйлеген кісі сол кісі. Бір айта кетерлігі 2015 жылы Тәшеновтің 100 жылдық мерейтойы. Осы күнді абыроймен атқарсақ, қайраткер туралы деректі фильм түсірсек, театр қойылымын қойсақ, батыр атағын берсек,
ғылымдағы еңбегін талдасақ, бір сөзбен айтқанда, есімін ұрпаққа кеңінен танытсақ дейді жиынға келгендер. Ал саясаткер Серікбай Әлібаев болса, бүгінгі шенеуніктер елге қалай қызмет етуді осы Жұмабек Тәшеновтен үйренсе халыққа игі ет деген пікірде. Адам келген адам кетеді. Сонда кеткенде елдің аузында қандай болып қалады, кім болып қалады екен. Сол чиновниктердің ойынан ешқашан кетпеу керек. Сондай чиновниктер ғана дұрыс жолда болады. Сондықтан бізге үлгі, халық, бүгін чиновниктердің бәрі ондай болса, біздің еліміз көркейіп, Қазақстанның жағдайы тез өзгереді деп ойлаймын. Төтенше жағдайлар министрлігі ескертеді. Алдағы күндері республиканың бірнеше өңірлерінде күн күрт жылытып, соның салдарынан су тасқынына ұласуы мүмкін. Елдің бас құтқарушысы Владимир Башко әсіресе Алматы және Жамбыл облыстарындағы жағдайға алаңдайды. Үкімет отырысында төтенше жағдайлар министрі кабинет мүшелерінің алдында ескерту жасады. Башконың айтуынша Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстары және оңтүстік Астанада алдағы 5 күнде ауа температурасы плюс 17 градусқа дейін көтерілетінін хабарлады. Министрдің айтуынша, бұл аймақтардағы таулы алқаптарда қар шамамен тыс мөлшерде. Жамбыл облысының таулы аймақтарынан бөлек Алматы облыстарындағы Талғар, Қаскелең, Сарқанд, Ұзынағаш елді мекендерінің тұрғындары сақ болу керек дейді Башко. Бұл өңірлерде ауа температурасы плюс 20 градусқа дейін жетуі ықтимал. Күрт ерген қардың соңы тасқын селге ұласуы мүмкін екендігін министр жоққа шығармайды. Вызывает озабоченность обстановка в Алматинской области. Алматы облысындағы жағдай қатты алаңдатуда. Ондағы таулы аймақтарда қар көп сақталған. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қардың негізгі бөлігі кетті. Дегенмен Жамбылда қар әлі жеткілікті мөлшерде. Ол жерде 16-18 градус жылы болады деп күтілуде. Тоже с предгорья может скатиться. Бүгінгі күннің маңызды оқиғалары туралы тілшілер дайындаған жаңалықтарды көріңіз, бізден ақпарат күтіңіз. Алдағы келе жатқан айтулы мереке ұлыстың ұлы күні құтты болсын.